6-7 желтоқсанда қоян қолтық ұрыс спорт түрінен Қорғаныс министрлігінің кубогында қатысып, бірінші орын иегері атандым. Ол жерде 17 команда қатысты. Мен 3 жекпе-жек өткіздім. Әр жекпе-жек маған оңай түскен жоқ, әрине. Бірақ мен үлкен дайындықтан өтіп, өзіме алдыма мақсат қойып барған болатын, бірінші орын иеленем деп. Сондықтан өз дегеніме жеттім. Алтын медальмен оралдым Алматы қаласына.